Сәби дүниеге келгеннен бастап алғашқы айларында сәбиде іш ауыру, іш кебу, іш желдену болады. Ол қалыпты жағдай, оның бірнеше себептері болады. Сол іш ауруды балаға жеңіл өткізу үшін оның алдын алу шараларын жасауға болады. Анасының құрсағына сәби біткеннен бастап, анасы дұрыс тамақтанып, яғни тамағына мән беретін болса, бала дұрыс дамып, дүниеге келгенде іш ауруы аз болады. Және күнделікті балаға 10 минут гимнастика жасап, баланың ішінің ауруын алдын алсақ болады. Онымен бірге көп аналар дәрілік испумизан, укроп суы сияқты дәрілік көмектерді қолданып жатады. Жел шығаратын арнайы трубкада қолданады, бірақ оны жиі емес, жиі қолдануға болмайды. Баланы шомылдырғаннан кейін 10 минут гимнастикасын жасап, дәрілік испумизанын беріп, яғни баланы іші ауруын алдын алуға болады. Бала емізетін аналар өзінің дұрыс тамақтануына мән беру керек. Іш ауырған баланы екпетімен өзінің ішіңізге жатқызып, балаға жылулық мейіріміңізді берсеңіз, іш ауырған бала бір мезетте тыныштанып